Котлеттеріңіз дәмсіз әрі құрғақ болып жүр ма? Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Мен сіздерге бүгін котлетті дәмді етіп дайындауды үйрететін болам. Ол үшін бізге жарты бөлке нан қажет болады. Нанды сүтке езіп аламыз. Және де етімізді 50-50 алсақ, котлетіміз дәмді әрі сочный болып шығатын болады. Сол себепті біз 400 грамм тауық етін алдық, және де 500 грамм сиыр етін алдық. Және де бізге бір пияз қажет болады. Оны теркадан өткізіп алғанбыз. Және де менің каналыма лайк басып тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Рахмет, Алла разы болсын. Ал сіздер котлетті қалай дайындайсыздар? Комментарийға бөлісіп отырыңыздар. Бізде сіздің рецептіңіз бойынша жасап көрейік. Және де осылай бұрыштаймыз, тұздаймыз котлетімізді дәміне қарай. Содан кейін барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Және котлетіміздің қалыңдығы 1,5 сантиметр қалу керек. 1,5 сантиметрден көп болса, оның ылғалдылығы жоғалып, көп жәрдету керек болады. Сол кезде ылғалдылығы ұшып кететін болады. Сол себепті 1,5 сантиметр қылсаңыздар, тез піседі, әрі сочный болады. Және де фарш свежий болу керек. Өздеріңіз фаршты сатып алып үйден тартсаңыздар, өте дәмді шығатын болады котлеттеріңіз. Және де котлетіміз жақсы бірігу үшін оған 2 жұмыртқа қосатын боламыз. Және де котлетімізді видеодағыдай жақсылап ұратын боламыз. Осылай жұмыртқаны қосқаннан кейін ыдысымызға осылай ұрып алатын боламыз. Сол кезде котлетіміз шашырамай, езіліп кетпейтін болады, жақсы басы бірігетін болады. Және де табамызды қыздырып, осылай котлетімізді екі жақтан панировочный сухарикке аунататын боламыз. Табамыз қызығаннан кейін май құйып котлетімізді екі жағынан қуырып аламыз. Бір жағын қызарғанша аударамыз. Содан кейін бірнеше рет аударатын боламыз котлетімізді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.